Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгін шұғыл хабар келді. Әйгерім Тілеужан қарындасымыз 22 жылы қаңтарда жала жауып аэропортқа шабуыл жасады деген жаза 4 жылға соттады. Сол қарындасымыздың осы кезде денсаулығына өте ауыр тиіп тұр, науқастанып ауырып жатыр. Оған жатырған жеріндегі абақтыда ешқандай медициналық көмек көрсетпей жатыр. Бұл енді тарихпен қарасақ, екі ел соғысқан өзінде өз жауларына емін көрсеткен. Ал енді өз қарындасымызға қазақтар отырып, сол басына отырғандар өз қарындасына көмек беруге медициналық, бұл не деген сұмдық? Ол қандай жау сондай? Өз жауына кез соғыста өз жауына ем бергенде бұл қарындасыға ем бермейтіні сонша не істеп қойды ол қарындасымыз? Сол үшін өз жердегі әр аймақтан жиналған белсенділер болып, біз сол Әйгерім Тілеужанға медициналық көмек беруіне талап етеміз. Жаламен Әйгерім Тілеужан деген журналист қызымызды 4 жылға бас бостандығынан айырған. Қазірде Әйгерім Тілеужан Алматы облысы Іле ауданы Жауқашты әйелдер колониясында қамауда. Соңғы кездері Әйгерімнің денсаулығына қауіп төніп тұр. Түрмедегілер аудандық больницаға жатып емделуіне рұқсат бермей отыр. Әйгерімге толыққанды медициналық көмек қажет болғандықтан, біз әр аумақтан шыққан белсенділер Әйгерімді больницаға жатқызып емделуін талап етеміз. Талап етеміз.